Бүгінгінің өзекті мәселесі қазақ тілін латын әліпбиіне көшуге байланысты қызу талқылаулар Теміртау қаласында да белсенді жүргізілуде. Қаланың зиялы қауым өкілдері, этномәдени орталықтар, ардагерлер кеңесі мен ақсақалдар алқасының мүшелері алғашқы болып латын әліпбиіне көшудің маңызымен жақын танысты. Келесі кезекте тіл мамандары бас қосып осы келелі мәселені талқыға салып, латын әліпбиіне көшуіміз тілдің тазалығына, ұлттың келешегі үшін де өте маңызды деген ортақ пікірге келді. Большая работа будет проходить по установочным семинарам для творческих людей. Үлкен түсіндіру жұмыстары, семинарлар осы мәселеге тікелей байланысты жұмыс жасайтын кітапханашылар арасында да өткізілуде. Қазіргі күнде қаланың білім беру бөлімінде көңіл бөліп, осы бағытта түсіндіру жұмыстарын жүргізетін 10 спикерді берді. Қаланың тілдерді дамыту орталығы да күнделікті шараларды өткізіп, дөңгелек үстелдерге қатысып келеді. Латын әліпбиіне көшуді кәсіпкерлерге де көптеген міндеттер жүктейді. Жаңа әліпбидің енуімен сыртқы жарнамалар, көрнекі жазулардың барлығы да ауыстырылатын болады. Қаланың мәдениет сарайына жиналған теміртаулық кәсіпкерлерге де жаңа әліпбиге көшудің маңыздылығы мен міндеттері жайлы түсіндірілді. Жаңа әліпбиге көшу бизнес саласының жұмысында да көптеген өзгерістер әкеледі. Бұл сыртқы жарнамалар, көрнекі жазуларға байланысты. Ұйымдастырушылар семинарға қатысушыларға осы мәселені де кеңінен түсіндірді. Бүгінгі кездесу осы қаладағы бизнес өкілдері, жеке кәсіпкерлер, бұл кісілермен тағы бір түсіндіріп өтетін жағдай, жалпы латын әліпбиімен көшумен қатар біздің тілдер заңының орындалу туралы, оның ішінде мынау көшедегі жарнамалар, ақпараттық қағаздар бұл туралы да айтып өтеміз. Өйткені ертең латын әліпбиіне көшкен кезде ондай жұмыстың да алдан шығатыны хақ, сондықтан бұлар туралы да кішкене түсіндіру жұмыстары өтіп кетеді. Латын әліпбиіне көшу кезең-кезеңмен өткізіледі. Қазіргі күндері түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Ал 2018 жылдан бастап оқытушылар әзірленеді. Яғни Теміртау қаласының тілдер дамыту орталығында мемлекеттік тіл ағылшын тілін оқытумен қатар латын әліпбиіне үйрету курсын ашуда жоспарланған. Ол үшін алдымен оқытушылар әзірлеу қажет. Жалпы латын әліпбиіне көшу біз мына жаңа буынға жеңілдеп жатырмыз. Өйткені оларға шын мәнінде ертең бұл латын әліпбиі түсірілген жағдайда балабақша, мектепте өтіліп, бұл қалыпты жағдайда үйретіледі. Ал қазіргі мына орта буын, мектепте, университетте оқымайтын жалпы орта буын өкілдеріне келетін болсақ, осы қалада 2014 жылдан бері ашылған тілдерді дамыту орталығында жаңағы қазақ ағылшын тілі курстарын үйренумен қатар осы латын әліпбиіне көшудің үйрету курстары да ұйымдастырылады деп ойлаймыз. Өйткені бізге алдын ала облыстан осындай осы жағдаймен айналысасыңдар деген тапсырма болған. Және де ол үшін ең алдымен біз өзіміздің оқытушыларды дайындаймыз. Бұл латын әліпбиіне үйрету үшін біз сол үйрететін оқытушыларды алдын ала дайындықтан өткіземіз. Семинарда қалалық білім беру бөлімінен келген филолог Нұржамал Бектасова бүгінде кириллицаны пайдаланатын 7 елдің барлығын, ал әлем елдеріне ортағы латын жазу екендігін айтып өтті. Ал қазақ халқы бұл жазуды бұрыннан қолданып келгендіктен сол кезде қолданылған латын кириллица тілінде жазылған ескі төлқұжатты да келіп көрсетті. У меня здесь приведен документ, исторический документ, где паспорт на 2 языках. Паспорт это не человека, не гражданина, а паспорт кобылы. То есть животным тоже же выдается паспорт коровам, кобылам, лошадям и так далее. Вот он на 2 языках, на латинице и на кириллице. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында 2020 жылдан латын әліпбиіне көшу тапсырылған еді. Қазіргі таңда түсіндіру жұмыстары жүргізілуде, ал 2018 жылдан бастап оқулықтар мен оқытушыларды әзірлеу жұмыстары басталады. Осылайша қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру кезең-кезеңмен жүргізілмекші.